Сәлем достар, бүгін біз сіздермен салат дайындаймыз. Ең алдымен пиязымызды видеодағыдай етіп турап аламыз. Қайнатылған етімізді осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Қияр, қызанақ, аскөкті де видеодағыдай етіп турап аламыз. Пиязымызды өсімдік майына қуырып, үстіне қант, тұз, соя соусын, ащы қызыл бұрышымызды және күнжетімізді саламыз. Кішкене қуырылған соң үстіне қайнатылған етімізді саламыз. Видеодағыдай барлығын осылай қуырып аламыз. Соңында барлығын бірге осылай араластырамыз. Бізде осындай өте керемет салат шығады. Сіздермен болған Айдана. Менің каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.